Әл-Хасиб барлығының есебін біледі және ақыретте есепке алады. Алла тағала шексіз білімімен жаратылыстың бәрінің есеп-қисабын қамтиды және оны ақыретте құлдарына білдіреді. Тіпті Ниса сүресі 86 аятта берілген сәлемді дұрыстап алып, жақсылықпен жауап берудің өзін есепке алатынын айтады. Әл-Хасиб болған Алла тағала құлдарының ешбір ісін ысырап етпейді, оның бәрін жазып қояды. Имам Ғазали бұл есімнің екінші бір мағынасы жеткілікті дегенді білдіреді, ал жеткілікті болу Алла тағалаға ғана тән. Ғаламдағы жаратылыстың бәрі ешқашан өз-өзіне жеткілікті бола алмайды дейді. Хазби Аллах ва ниғмәл уәкил. Алла тағала маған жеткілікті және ол қандай керемет қорғаушы деген дұға осы мағынаны білдіреді. Қиямет күні есеп күні деп те айтамыз. Хадистерде үлкен есеп күні келмей тұрып, өзімізді есепке алып үйренуіміз керектігі айтылады. Әл-Хасиб есімін терең түсінген адам әрдайым өзінен есеп алып тұрады. Ол жай есеп емес. Әл-Хасиб болған Алла тағаланы есіне ала отырып, өз-өзіне есеп береді. Әл-Жәлил күш пен құдіретінде теңдесі жоқ. Оның үкімін ешкім жоя алмайды. Түптеп келгенде, бұйрықтар мен тыйым салулар оған ғана тән. Оның құрған заңдылықтарының берік әрі жан-жақты болғаны соншалық, сол заңдылықты есепке алмаған кез келген адам ерте ме кеш пе өкінішке ұрынады. Имам Ғазали Әл-Жәлил есіміне терең бойлаған адамның мінез-құлқы Құранға сай мінез-құлық болатынын айтады. Әл-Жәлил есімін терең түсінген ерлі-зайыптылардың отбасында сүйіспеншілік пен тәртіп қатар орын алады. Әл-Карим құрметті, ардақты, жаратқандарына сұрамай-ақ беретін, ал сұрағанды кері қайтармайтын, медет күткендердің көңілін қалдырмайтын, жақсылық жасағанның қайтарымын артығымен беретін, жомарт, мейірімді Алла тағала. Оның жомарттығының бір көрінісі шексіз кешірімділігі. Бізді Алла тағаланың кешірімінен ең көп үміттендіретін осы Әл-Карим есімі, себебі оның жомарттығы, мейірімі біздің барлық қателерімізден де үлкен, бәрінен артық. Әр-Рақиб бәрін өзінің бақылауында ұстайды және бәрін қорғайды. Ол әр нәрсені көріп, біліп тұрады. Еш нәрсе оның назарынан тыс қалмайды. Бір күні Жәбірейіл періште адам кейпінде келіп, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам бірнеше сұрақ қояды. Ихсан деген не деген сұрағына пайғамбарымыз: ихсан дегеніміз Алла көріп тұрғандай құлшылық жасауың. Сен оны көрмесең де, шын мәнінде ол сені көріп тұр, деп жауап қайтарды. Осы жауапта Раббымыздың әр-рақиб сипаты айтылған. Ниса сүресінің алғашқы аятында туысқандық қарым-қатынас туралы айтылып, аяттың соңында Алла тағаланың бәрін бақылаушы деген сипаты тілге тиек етіледі. Яғни туысқандардың қарым-қатынасы туралы айтылған кезде бұл сипаттың айрықша айтылуы бізді ойландыру қажет. Әл-Мужиб жауап беруші, оған дұға етіп жалбарынған құлдарына жауап береді. Адамның қиялы шексіз, арманы асқақ, бірақ оны іске асыру ресурстары жеткіліксіз. Сондықтан арманына қол жеткізу үшін түрлі жолдарды сынап, әртүрлі есіктерді қағады. Арманның орындалуын қате адрестерден іздегендіктен кейде ширкке ұрынады. Ал Әл-Уәжиб есімі қағылатын есіктің тек қана Алла тағаланың құзыры екенін көрсетеді, өйткені әрбір өтінішке ол ғана жауап бере алады. Ғазали Әл-Мужиб есімінің мағынасын терең түсініп, одан үлесін алу үшін адамның да Раббысының шақырылуына жауап беретін мужиб болуы керек екенін айтады. Алла тағала құлдарының дұғасына жауап беретіні сияқты, құлдар да Алла тағаланың Құран және пайғамбар арқылы жіберген шақыруына жауап беруі керек. Әл-Уәсиғ бүкіл әлемді өзінің білімімен, мейірімімен, құдіретімен және бұл жерде біз санап бітіре алмайтын барлық қасиеттерімен қамтушы. Әл-Уәсиғ есімінің мағынасын терең түсінген адам өзінің молшылықтың ішінде жүргенін байқай алады. Сондықтан ол ешқашан кедейліктен қорықпайды, үмітсіздікке ұрынбайды, түгі жоқ деген сөзді аузына алмайды, қол қусырып отырмайды, қайыршылыққа салынбайды. Ол айналасындағы мүмкіндіктерді әрдайым көре алады. Әл-Уәсиғ есімін көп зікір еткен адам Алла тағаланың мейірімінің кеңдігіне көзі жетеді. Әсіресе таршылықта, қиыншылықта жүрген адамдар бұл есімді зікір еткен сайын молшылықты сезінеді, қиыншылықтан құтылып, кеңдікке қауышады. Әл-Хаким даналық иесі, қате жасаудан пәк. Қате жасау оның даңқына сай келмейді. Ол әр нәрсені өз орнына қояды. Әл-Хаким есімі оның барлық сөздері мен істерінің әділеттілікке, білімге және жоғары деңгейдегі парасаттылыққа сәйкес екенін білдіреді. Алла тағаланың білімі мен іс-әрекетінің кемелдігін білдіретін Әл-Хаким есімі жаратылыстағы тәртіп пен хикметтің қайнар көзі. Хаким сөзі Құранда 97 жерде айтылған. Оның 5-еуі Құранға арналып айтылған. Себебі Алла тағаланың сөзі Құранда бастан аяқ хикметтен тұрады. Ішінде хикметсіз бір сөз жоқ.
Тіпті әріптерінің өзі хикметпен орналастырылған. Бұл есімге терең бойлаған адам маңызды емес нәрселерге байланбайды, ал маңызды нәрселерді елеусіз қалдырмайды. Маңызы жоқ нәрселер үшін өміріндегі ең маңызды нәрселерді құрбан ететіндей ақмақтық жасамайды. Әл-Уәдуд жаратқандарын жақсы көреді. Әл-Уәдуд есімінің ерекшелігі Алла тағала әрі жақсы көруші, әрі жақсы көрілуші. Тіпті Құранда оны барлығынан артық жақсы көруіміз талап етіледі. Әл-Уәдуд есімі Құранда екі жерде Әр-Рахим мейірімді және Әл-Ғафур кешірімді есімдерімен бірге айтылған. Оның бізге деген мейірімі мен кешірімді болуы жақсы көруінен туындайды. Бұдан біздің де алатын сабағымыз жақсы көргендерімізге мейірімді және кешірімді болу. Әл-Уәдуд есімін ерлі-зайыптылар көп зікір ететін болса, араларында сүйіспеншілік арта түседі. Жүректерге әмірі жүретін Алла тағала олардың жүрегінде бір-біріне деген сезімді өшпейтіндей етеді. Әл-Мәжид даңқты, құрметті. Істерінің бәрі өте көркем. Ол дүниені ризықтарымен, нығметтермен толтырады. Құранда Әл-Мәжид Алла тағаланың есімі ретінде екі сүреде, Худ және Буруж сүрелерінде айтылған. Бұл екі сүреде Мекке кезеңінде, яғни мүшриктердің бассыздығы басым болып тұрған кезде түскен. Бұл арқылы Алла тағала мұсылмандарға нағыз абыройды, нығмет пен ризықты, ардақты болуды, Алла тағаланың құзырынан іздеуді үндеді. Үндеуді жүрегінің дүрсіліне айналдырған бір ғана Біләлдің радиаллаху анху өміріне қарасақ, исламға дейін құлдықта жүрген, қор саналған адамның миллиондаған мұсылманның жүрегінен орын алған тұлғаға айналғанын көреміз. Әл-Бағис өлгендерді ақыретте қайта тірілтуші, өлілерді есеп беру үшін тірілтеді. Алла тағаланың Әл-Бағис екеніне, бізді өлгеннен кейін ақыретте қайта тірілтетініне сену өміріміздің сапасын арттырады. Себебі қайта тіріліп, есеп беретініне сену иманның жүктейтін жауапкершіліктерін қабылдау дегенді білдіреді. Құранда пайғамбарлардың адамзатқа жіберілуі туралы айтылған аяттарда да осы сөз қолданылады. Яғни пайғамбарлардың жіберілуі бір жаңа өмірдің бастамасы, адамзаттың тірілуі, жақсылықтың жандануы болып саналады. Әл-Бағис есімін көп зікір ететін адамның өмірі жанданады, өмірге деген құлшынысы артады. Бұл есімнің мағынасын терең түсінген адам өмірде құр сүлдері қалған өлі секілді болмайды. Тұрмыс жасына келген қыздар бұл есімді көп зікір етсе, бағы жанады.